Көлік тізгіндеген жандар үшін тас жолдың талқандалуы қиыншылық соғатыны рас. Сондай мәселелердің бірі халықаралық жол болып табылатын Алтын Орда базары арқылы өтетін Алматы-Бішкек күре жолы. Әрі-бері осы тас жолдың бойымен өткен жолаушылардың жан айқайынан құрылыс жұмыстары қашан бітеді, ескі күре жолдың түрі қандай болмақ деген сан сауалдарды естіп жататынымыз да белгілі. Жалпы тас жолдың құрылыс жұмысы 2017 жылдың қараша айында басталған еді. Ұзындығы 3 шақырым 859 километрді қамтитын бұл жол бөлігін кеңейтілуі алдағы 2 жыл ішінде ерекше түрге еніп, қазіргі көрінісінен мүлдем өзгеше болмақ. Аталған құрылыстың жоба авторлары жолдың күрделі жөндеу жұмыстары 2 кезең бойынша жүзеге асатынын айтып, тұрғындардың сұранысы арқылы кейбір өзгерістер де болып жатқанын алға тартады. Жалпы халықтың жағдайын ескере отырып, осы екінші кезеңде қосымша біз мына Ақсай өзенінен бастап Асыларманға дейін жолдың екі жағынан ені 4 метр болатын жаяуларға арналған жол жасағалы жатырмыз. Қосымша осы жобаға елдің жағдайын ескере отырып, жүргізушілерге, жаяуларға қолайлы жағдай жасау мақсатында. Бірінші кезеңде жобаланып отырған жол бөлігінің құрылыс жұмысы 2020 жылдың шілде айында аяқталу жоспарлануда. Бұл уақыт арасында Алматы қаласының шыға беріс жолы мен Райымбек ауылдық округі арасында Алтын Орда базарының бас соңы 16 километрге қамтылған тас жолдың жөнделуі көзделіп отыр. Бұл аралықта алдымен автокөліктерге арналған қарама-қарсы бағытта 5-5-тен 10 жолақты жолдар жасалынатын болады. Ондағы 5 жолақтың екеуі еш бұрылысты қажет етпейтін транзиттік жол ағымына арналған. Қалған 2 жолағы жергілікті жүру жолдарына лайықты етіліп жасалынбақ. Яғни бұл жолдар арқылы жан-жаққа бұрылып, өз бағытыңызбен кете берсеңіз болады. Аталған транзиттік пен жергілікті жол жүру жолдарының арасын жарты метрлі қауіпсіз жолағы бөліп тұрады. Сондай-ақ 5 жолақтың соңғы әрі шеткісі тек қоғамдық көліктерге арналатындай болып салынбақ. Осындай қарама-қарсы бағыттағы екінші 5 жолақта дәл осы типте болады. Бұл аталған жол жолақтарынан бөлек бірінші кезең бойынша жаяу жүргіншілерге арналған 3 аспалы көпір орнатылады. Олар Апорт сауда орталығының, Асыларман тұрғын үй кешенінің және Алтын Орда базарының тұстарында тұрғызылады. Сонымен қатар көліктердің кері бағытта бұрылуын ескерген жоба авторлары Алматы қаласынан шыға берістегі жол басында аспалы темір бетон эстакадасын орнатуды жобалап отыр. Оның құрылыс жұмысы қазіргі таңда жүріп жатыр. Одан бері қарай Абай және Қонаев көшелерінің қиылысында шеңберлі жолда ескерілген. Ал оның үстінен 597 метрлі транзитті жол ағымына арналған 2-2-ден 4 жолақты аспалы темір бетон эстакадасы орнатылатын болады. Көпшілік үшін Алтын Орда базарының аспалы жерүсті көпірі таныс екені рас. Дәл осы жаяу жүргіншілер өтетін көпір қайта жаңартылып, 70 метр қашықтықпен Қаскелең қаласына қарай жылжитын болады. Ол әрине алдымен Апорт сауда орталығының бойындағы аспалы көпір аяқталғаннан кейін жүзеге асатын болады. Жалпы құрылыс жұмыстары басталғаннан бері күнделікті өтіп жүрген тас жолдың бөлініп, ойық-шойық шұңқырлардың пайда болуына тұрғындар тарапынан наразылық көп туындауда. Осы сұрақтарға қатысты әрі жолдың толық жұмыс процесінің жүруін компанияның бас мердігері жолдың тегістелуі кешегі күннен бастап қолға алынғанын алға тартады. Енді өздеріңіз көріп отырғандай мынау бұрынғы жол ескірген, тозған, жаңағы ойылған жерлері бар. Енді мынау қыс мерзіміне қарай оның істеу мүмкіншілік жоқ. Тек қана жаңағы бетінен құм топырақпен тегістеп қана осылай ұстап отырмыз. Ойық-шойық жолдар осы 1/10 күн көлемінде тегістеледі. Тегістелгенде қазір мына жүріп өтсеңіздер, қазір де көресіздер. Бүгін біраз өзгеріс бар, иә. Өйткені еріді, ергеннен кейін жаңа грейдер жұмыс істеп, бетін жаңа топырақпен жауып тегістеп отыр. Тас жолдың жөндеу жұмыстарына байланысты екінші кезеңі 2019 жылдың 1 тоқсанынан бастап 2020 жылдың қыркүйек айлары аралығында жобаланып отыр. Бұл аралықта транзиттік жолды кеңейту мақсатында қарама-қарсы бағыттағы 4-4-тен 8 жолақ жол ағымын жасайды. Оның барлық жолағынан 8 автокөлік қатар жүре алады. Сондай-ақ Алматы облысы әкімі Амандық Баталовтың ұйғарымымен екінші кезеңге жаңа жоба құрылысы енгізілді. Оның бірі Асыларман тұрғын үй кешенінен қалаға қарай бұрылуға арналған 2 жолақты аспалы темір бетон эстакадасын тұрғызу. Екіншісі Райымбек ауылының тұсында жолаушыларға арналған жерүсті көпірін орнату. Бұл аталғандардан бөлек келешекте Қарасай ауданының қаржы қоры есебінен Құмтоған, Алмалыбақ ауылдары мен Үшқоңыр автобекетінің тұсында аспалы жерүсті көпірін орнату жоспарда бар. Қазіргі уақытта аталған жұмыстың жобалық смета құжаттамасы дайындалу үстінде. Сюжетті дайындағандар Дидар Мұхамадиев және Бағдаулет Талипов.